меккелік болмаған адамдар. Меккеліктер енді күніге айтылып жатыр ғой оларға. Қабылдағаны қабылдады, қабылдамағаны жоқ. Бірақ меккелік болмаған мұсылманшылықты қабылдаған адамдар бар. Димадул Азди деген кісі. Бұл Димадул Азди деген адам Йемен жақта тұрады, Йемен қаласына жақын жерде тұрады. Өзі емші деп елдің алдында аталып жүреді. Яғни желмен емдейді екен. Жел тұрады ғой, жел тұрған соған шығарып бір нәрселерін жасап, енді сол желмен емдейді. Тәуіп па бір нәрсе ғой енді өзі. Сондай нәрсемен айналысып жүреді. Сосын бұл келген уақытында қауымы елдің бұған айтып жатады. Ел бұған айтады: мына жерде Мұхаммед деген бар, ол жынды, оның сөзін тыңдама деп. Сонда ана кісі айтады: ол жынды болатын болса, онда мен барып емдейін оны дейді. Тәуіппін ғой дейді жаңа. Сол сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына келеді. Сөйтеді, айтады: саған келу себебім сен емдейін деп келдім деп мақсатын айтады. Мен желмен емдеймін, жел тұрса болды дейді. Мен балқаштың суымен емдеймін деген сияқты ғой бұл жаңа. Желмен емдеймін дейді, жел тұрса болды. Сонда саған емдейін ба сен деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Иннал хамдалиллахи нахмадуху ва настаинух дейді. Расында мақтаулар Алла тағалаға тән, оны мақтаймыз, Алладан кешірім сұраймыз дейді. Ман яхдиллаху фала мудилля лах. Алла кімді адастырса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Ва ман юдлилху фала хадия лах. Алла кімді адастырса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Мен куәлік беремін, Алладан басқа құдай жоқ, оның ешқандай ортағы жоқ. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Және мен куәлік беремін, Мұхаммед Алланың құлы және елшісі. Әмма бақ дейді. Мен енді осыдан кейін деп сөзін бастай берген кезде, анау айтады: тоқта дейді, сен дейді. Ойланып қалады анау адам. Сөйтеді, айтады: сөздерін қайтадан қайталашы деп айтты дейді, жаңа айтқан сөздерін дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 рет қайталап бер дейді осы сөз дейді, артпа-арт. Сонда ол айтады: лақад самиъту қаулал кахана ва қаулас сахара ва қаулаш шуара дейді. Мен бақсылардың да сөзін тыңдадым, сиқыршылардың да сөзін тыңдадым, ақындарды да тыңдадым дейді. Мен ешбір мынандай сөз айтпайды дейді. Сол уақытта және мен сөзді жетік білетін адам дейді. Мен қайдан алдың сен мынандай сөздерді дейді. Сөйтеді, ойланып тұрады да сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған дін айтады сол жерде. Ислам дінін оған ұсынады. Сонда бірден қолыңды соз дейді. Убайауки алал ислам дейді. Бірден саған дініңе саған жаңағы байат жасайын, мен дініңді қабылдаймын бірден деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолын алып бірден дінін қабылдайды. Тәуіп берген адам бірден мұсылманшылықты қабылдап кетеді. Абу Зар бұл да Мекке қаласының тұсында өмір сүрген, Мадина қаласына жақын бір жерде өмір сүрген бұл кісілерде. Мадинаның өзінде емес, бірақ шетінде Мадинаның. Ғифар тайпасынан жаңағы мына Иястың мұсылманшылығы және басқа кісілердің де сондай мұсылманшылық қабылдауы деген нәрсе осы Абу Зардың да құлағына жетеді. Бұл Абу Зар бұны естігеннен кейін өзінің бауырларының біріне айтады: сен Мекке қаласына бар, сөйтті ана пайғамбармын деп жүрген адаммен сөйлесіп көр дейді. Не айтып жүр екен, соның хабарын алып кел бізге дейді. Тыңдайық дейді, не екен. Жібереді, ол барып келеді. Сұраған уақытында жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып жатыр екен дейді. Не нәрсеге үндеп жатыр дейді. Ол толық жеткізіп айта алмайды. Немесе айтса да айтқанда қанағаттанбайды Абу Зар. Сөйтеді де өзі шығады. Қолына дорбасын алады. Ішіне суын, жейтін бір-екі тамағын салып алып шығады. Және бір қолында таяғы өзінің, аса таяқ. Соны ұстап Мекке қаласына қарай шығады. Меккеге келеді, ешкім танымайды. Кағбаның жанында отырады. Ары отырады, бері отырады. Біреулерден сұрайын десе, Қурайшпен арасында дұшпандық болып жатқандығын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзін тыңдаған адамды, сон дінін қабылдаған адамдарға зорлық, зомбылық көрсетіліп, тіпті өлтіріліп кетіп жатқанын көргеннен кейін ешкімнен сұрамайды. Үндемей отыра береді. Қарап отырған кезде бір күні жанынан Хазірет Али өтіп бара жатады сол кезде. Көреді де, бір мұсафир адам сияқтысың ғой дейді жаңа. Иә дейді, мен бұл жердікі емеспін дейді. Жүр онда деп үйіне алып кетеді. Үйіне алып барып, тамақ беріп, жатқызады. Ештеңе сөйлеспейді екеуі. Бірақ бұны айта кетейік, сөйлеспеуінің себебі не үшін еді? Арабтардың әдет ғұрпы бойынша 3 күнге дейін қонақпен сөйлеспейді екен. Тек қана тамағын береді, бүкіл жағдайын жасайды. 3 күнге дейін ол шығып, қайтадан айланып қайтып келеді. 3 күнге дейін жейді, содан барып сұрайды: не алып жүрген адамсың деп. Соны бұл арабтардың әдет ғұрпы бойынша Хазірет Алидің риwаятын айтады: мен еш нәрсе сұрағаным жоқ одан дейді. Бірінші күні келді дейді. Сонымен тамағын жеп қонады, шығып кетеді.
Екінші күні кешке дейін жүреді, бір күні сол екінші күні кешке қарай қайтып келе жатса, қараса ана кісі әлі отырады жаңа. Мынау үйін таба алмайтын адам ба, не қылған адам деп, жүр үйге деп қайтадан ертіп кетеді. Үйіне барады. Бір риуаятта екінші күн еді дейді, сол бір риуаятта үшінші күні. Үшінші күн болғаннан кейін барып сұрадым дейді. Не қылып жүрген адамсыз дейді, үйі жоқ, жайы жоқ. Сонда ол айтады, мен бір мәселемен келдім, бірақ ешкімге айтпайтын болсаң, саған айтайын дейді, хабарын берейін дейді. Ал ешкімге айтпаймын дейді, сөз беремін саған дейді. Не үшін келдің Меккеге дейді. Сонда айтады, осы жерде мен пайғамбармын деген бір кісі шыққан екен. Сол кім, соған жолығайын, соның өзімен бетпе-бет кездесейін деп келдім дейді. Бауырымды жіберемін, бір дұрыс хабар жеткізбеді дейді. Сонда Хазірет Али айтады, сен онда іздегеніңді таптың дейді. Мен соның інісімін дейді. Мен сені алып барайын пайғамбарға деп. Бірақ сен менің артымнан еріп жүр, бірақ саған зиян тиеді-ау деген нәрсені мен көрсем, аяғымды, жаңағы аяқ киімімді түзеп жатқан сияқты еңкейіп бір шетке қарай шығам, сен өтіп кет дейді артымнан. Өйткені саған зиян тигізеді Құрайыштар дейді. Мейлі дейді, екеуі келіседі. Сөйтіп ешқандай ешнәрсе жолықпастан аман есен алып барады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйіне. Алып барып кіргеннен кейін ол болған жағдайды баяндайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған уағыздап дінді жеткізеді, ол дінді бірден қабылдайды. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған айтады, ей Абу Зар дейді, сен ештеңе деместен дінді қабылдағанды ешкімге айтпастан өзіңнің еліңе қайтадан дейді. Сол кезде ол айтады, валлахи дейді, мен бар жан дауысым қаншалық шығады, соншалықты шығып далаға айқайлаймын дейді, мұсылман болғандығым дейді. Несіне жасырамын дейді ақиқатты деп. Ол Абу Зар негізі өзі, иншалла Абу Зардың да өмір баяны туралы кейініректе келеді, соңына сол кезде толығын баяндаймыз. Өзі кезінде қарақшы болған адам ол. Өткен керуендер тонайтын болғанда, сол қарақшы адам болған, соны шығып Меккенің жаңағы басшылары, беткесі бар адамдар отыратын жерге барады. Ей, Құрайыштар деп айқайлайды. Не болды деп шығады, шыққан уақытын айтады, мен Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның құлы және елшісі деп куәлік беремін деп елдің алдында айқайлайды. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан расулуллах деп айқайлаған уақытында елдер жабылды дейді. Мына діннен безген мына бәлені ұрыңдар деп елдер жабылады. Сөйтіп елдер ұрып оны төмпештеп тастаған уақытында Аббас келеді. Сөйтіп құтқарып алады. Сендер бұны білесіңдер ме кім екен дейді. Бұл Ғифар тайпасынан дейді. Сендер Мадинамен екі арада сауда жасайсыңдар. Жолдарың сол жол сендердің. Ғифар тайпасы сендерді аман есен жібере ме дейді. Бүкіл мал дүниелерін тартып алады ғой жолдан дейді. Содан қорыққаннан олар тоқтайды мейлі деп. Бірақ әбден таяқ жеген кетеді, ертесі күн тағы да барып тура солай айқайлайды. Тағы да олар ұрады, оңдырмай. Аббас тағы да оны құтқарып алады. Жаңағы сөздерін айтып, саудаңнан айырылған келмесе, мынаны жібер мынаны деп, тиіспе деп. Сөйтіп аман есен алып қалады оны. Мына екі ретте барып, соны бар даусымен айқайлап айтқандығы анық.